Ақтөбеде түрік инвесторлары тоқыма фабрикасын салуды көздеп отыр. Сәтін салса, оның құрылысы биыл басталады. Оған қоса тағы 4-5 жобаны іске асырмақ. Мал шаруашылығына қажет жем-шөп әзірлейтін, қияр мен қызанақ өсіретін нысандар және көкөніс сақтайтын қойма тұрғызу секілді. Қазір түркиялық іскер азаматтар өңірдегі индустриалды аймақты аралап, жергілікті кәсіпкерлермен кездесулер өткізуде. Жалпы облыста ең арзан газ өндіріледі. Әрі 9 жолдың торабында орналасқандықтан аймақтың транзиттік әлеуеті зор. Сондықтан бұл бағыттарда да көп ұзамай өзара серіктестікке серпін беруі бек мүмкін. Қазақ елі бізге етене жақын. Мен Ақтөбеге тек жеңіл өнеркәсіп емес, өндіріс саласына да жаңа ұсыныстармен келдім. Бұл жердің көлік логистикасы бізге қолайлы болмақшы. Түркия мен Германияда ірі кәсіпорындарымыз бар. Түпкілікті шешім қабылдап, биыл 2 фабрика құрылысын бастауға кіріспекпіз. 2 жобаның құны $50 миллион болады. 1000-ға жуық адамды жұмыспен қамтимыз ба деп отырмыз.